Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі тақырыбымыз тығыздық, көлем және масса. Көлем дегеніміз ол бір заттың үш жақты размері. Яғни мысалы бізде А, Б және С бұрыштары бар бір параллелепипед болса, бұл параллелепипедтің көлемі А көбейтілген Б көбейтілген С-ға тең болады. Көлемнің халықаралық өлшем бірлігі метр кубқа тең. Массаның халықаралық өлшем бірлігі килограммға тең. Сол үшін бізде тығыздық, ро деген, бұл гректің ро деген әрпі, грек әрпі, грек ро. Бұл неге тең? Массаның көлемге қатынасына тең. Мынандай бір үш бұрышты жаттап алсаңдар болады. Әжде масса. Міне, мына көлемге қарайтын болсаңдар, көлем неге тең? Масса бөлінген тығыздыққа тең. Яғни көлем масса бөлінген тығыздыққа тең. Мына тығыздыққа қарайтын болсаңдар, тығыздық масса бөлінген көлемге тең. Ал енді массаға қарайтын болсаңдар, ол масса тығыздық көбейтілген көлемге тең. Осылай жаттап алсаңдар болады. Негізі пропорциядан да шығады. Ал енді осыған байланысты есептер шығарайық. Қатты денелердің тығыздықтары бар. Осы таблицаларды қолданып, есептерді шығарсаңдар болады. Міне, паралонды көріп тұрсыңдар ма? Өте жеңіл болғандықтан оның тығыздығы өте аз. Мына жерде ең ауыр нәрсе не екен? Ол иридий екен. Сосын платина, сосын алтын. Бұлар өте ауыр. Яғни 1 метр кубы, немесе 1 литрі, оның 19,3 килограммға тең 1 литрі. Жарайды, оны есеп шығара отырып, біз түсінеміз. Көп есеп шығаруымыз керек. Бірінші есебіміз. 312 грамм болат білеушенің көлемін анықтаңдар дейді. Массасы 312 граммға тең. Болатты қарайтын болсаңдар, бұл жерде грамм бөлінген сантиметр кубпен 7,8-ге тең. Килограмм бөлінген метр кубпен 7800-ге тең. Бізге мына жерде грамм болғандықтан, бізге грамм бөлінген сантиметр кубпен тапқанымыз ыңғайлырақ. Грамм мен граммды қысқартамыз, қазір көресіңдер. Грамм бөлінген сантиметр куб. Сонда бізде көлем неге тең? Масса бөлінген тығыздыққа тең. 312 грамм бөлінген 7,8 грамм бөлінген сантиметр куб. Сонда мынау қанша сантиметр кубқа тең? Калькуляторды қолданайық. Так, 312 бөлінген 7,8. 40. Жауап 40 сантиметр куб. Екінші есеп. Көлемі 25 сантиметр куб қорғасын цилиндрдің массасы қандай? Массаның формуласы неге тең? Тығыздық көбейтілген көлем. Тығыздығы қорғасының 11300 бұл килограмм бөлінген метр кубпен. Бізге мына жерде сантиметр кубпен берілгендіктен грамм бөлінген сантиметр кубпен бұл 11,3-ке тең болады. Онда массамызды жазамыз. 11,3 грамм бөлінген сантиметр куб көбейтеміз 25 сантиметр куб. Сантиметр кубтарды қысқартамыз. Сонда 25-ті 11,3-ке көбейтеміз. 282,5 граммға тең. 125 литр белгісіз сұйықтықтың массасы 100 килограммға тең. Бұл қандай сұйықтық дейді? Яғни бізде көлем берілген, көлем
125 литр. Масса 100 килограмм деп. Литрді қарайық. 1 литр деген жалпы неге тең? 1 литр өздерін қарап көрсеңдер, ол 1 дециметр кубқа тең. Яғни 1 дециметрден 10 сантиметр. Ұзындығы, ені, биіктігі 10 сантиметрге тең бір көлем 1 литрға тең. Бұны енді аударайық. 1 дециметрді сантиметрге или метр неге аударып көрейік? Сантиметрге немесе метрге. 1 дециметрде 10 сантиметр бар, я? Бірақ куб болғаннан кейін 10 сантиметр көбейтілген, 10 сантиметр көбейтілген, 10 сантиметр. Яғни 1000 сантиметр куб екен. Немесе 1 дециметр кубта қанша тең? 1 бөлінген 10 метр бар, я? Көбейтеміз. 1 бөлінген 10 метр, яғни 1 метрде 10 дециметр бар. Бөлінген 10. Сонда метр куб бөлінген 10 көбейтілген 10 көбейтілген 10 ол 1000-ға тең. Яғни керісінше метр куб бөлінген 1000-ға тең екен. Екі түрлі жолмен шығарсақ болады. Яғни екі тығыздық 100 килограмм бөлінген 125 литрдің орнына метр кубты жазамыз. Метр куб бөлінген 1000. Сонда 1000-ды 100-ге былай көбейтіп жібереміз. 100 000-ды килограмм бөлінген метр куб бөлеміз 125-ке. 1000-ды 125-ке бөлсең 8-ге тең. Яғни 8 100 килограмм бөлінген метр куб. Бұл не? Мына жерде спирт, керосин 800, немесе мұнай 800, осылардың біреуі. Спирт, керосин немесе мұнай екен. Немесе екінші жол. 100 килограммда 1 килода 1000 1 килограммда 1000 грамм бар. Бөлеміз 125 и литрді сантиметр кубпен жазатын болсақ, қысқартып жібереміз. 100-ді 125-ке бөлсеңдер 0,8 грамм бөлінген сантиметр куб бар. 0,8 грамм бөлінген сантиметр куб. Төртінші сұрақ. Сынап толтырылған ыдыстың массасы 34 килограмм. Ыдыстың көлемі қандай дейді? Қарайық, сынаптың тығыздығы килограмммен берілген. Біз давайте граммды қолданайық. 13,6 грамм бөлінген сантиметр куб. 34 килограмм тең болады 34 000 граммға. Енді көлемін табамыз. Ыдыстың көлемі 34 000 грамм бөлінген тығыздық. 13,6 грамм бөлінген сантиметр куб. Граммдар қысқарады, сантиметр куб қана қалады. Сонда 34 000 бөлінген 13,6 тең болады 2500 сантиметр кубқа. 2500 сантиметр куб. Ол неге тең? Естеріңізде болса, 1000 сантиметр куб 1 дециметр куб, яғни 1 литрге тең. Бұл 2,5 литр болады екен. Демек, 1000-да 1000 сантиметр кубта 1 литр бар. Бесінші сұрақ. Болат табақтың өлшемдері 1,5 көбейтілген 0,54 көбейтілген 0,75 метр. Көлемі неге тең? 1,5 көбейтілген 0,54 0,75 метр куб болады. Сонда тығыздығы берілген килограмм бөлінген метр куб. Массасын табыңыз дейді. Яғни бірінші көлемін тауып алайық. Көлем 1,5 көбейтілген 0,54 көбейтілген 0,75. Жауап 0,6. Шамамен 0,6 дей салайық. Сонда оның массасы неге тең? Тығыздық көбейтілген көлем, яғни 7800 көбейтілген 0,6 килограмм. Бұл шамамен қаншаға тең? Бұны көбейтеміз 7800-ге 4738,5 дейді. 4738,5 килограмм. Почти 5 тонна.
келесі есеп, шелектерді мырышпен өңдеу кезінде олардың ішкі және сыртқы жақтарын қалыңдығы 100 микрометр мырыш қабатымен жабады. Егер өңдеуге 1758 грамм мырыш жұмсалса, қанша шелек өңделген? Шелектердің барлық бетінің ауданы 6000 сантиметр квадрат дейді. Мырыштың тығыздығы 7100 метр куб, немесе 7,1 грамм бөлінген сантиметр куб. Әжде грамм сантиметр квадрат берілгендіктен біз осы екіншісін қолданайық. Так, 1000 микрометр. Микро деген ол 10⁻6, яғни миллионға бөлу деген сөз, яғни 1 бөлінген миллион, яғни 10⁻6 дәрежесі. Сол үшін 100 микрометр дейді. 100 деген 10⁻2 дәрежесі, микро деген 10⁻6 метр. Метрде қанша сантиметр бар? 10⁻2 дәрежесі сантиметр бар. Сонда біздің қалыңдық H неге тең? 10⁻4 -6 -2 сантиметр. Давайте. Енді қанша шелек дегенді біз жалпы массаны бір шелекті өңдеуге кететін массаға бөлеміз. Бір шелектің тығыздығы 7,1 сантиметр, грамм бөлінген сантиметр куб. Шелектің қалыңдығы 10⁻2 дәрежесі сантиметр, және де шелектің ауданы, жалпы ауданы 600 сантиметр квадрат. Сантиметрлер қысқарады, граммдар қысқарады. Сонда 1278 бөлінген 7,1 бөлінген 10⁻2 дәрежесі сол 0,01-ге тең, бөлеміз 600-ге. 30 дейді. Яғни 30 шелек өңделген екен. Келесі, кварц кесегінде кішкене саф алтын бар. Кесектің массасы 100 грамм, ал орташа тығыздығы 8 грамм бөлінген сантиметр куб. Кварц кесегінде алтынның массасын табыңыз. Кварцтың тығыздығы 2,65 грамм бөлінген сантиметр кубқа тең. Мынандай кварц бар, ішінде алтын бар, Так, бұл жалпы кесектің массасы 100 граммға тең. Жалпы масса. Кесектің ішіндегі алтынның массасы неге тең дейді. Сосын орташа тығыздығы, жалпы орташа тығыздығы 8 грамм бөлінген сантиметр кубқа тең. Жалпы масса, жалпы, яғни орташа тығыздық болса, біз жалпы көлемді таба аламыз, м бөлінген. Сонда 100-ді 8-ге бөлсеңдер 12,5 сантиметр куб. Енді біз алтынның тығыздығын білеміз, яғни алтын 19,3 грамм бөлінген сантиметр кубқа тең. Кварцтың тығыздығын білеміз. Алтынның тығыздығын біз ρ2 дейік, кварцтың тығыздығын ρ1. Яғни міне ρ1 көбейтілген. Мына көлем не болсын? Жалпы 12,5 азайтылған v2 болсын, Мынау ρ2 көбейтілген v2 болады. Массалар. Мынау бізде кварцтың массасы, мынау бізде алтынның массасы. Сонда алтынның массасы бізде ρ2 көбейтілген v2-ге тең. Ал v2-ні біз мына жерден былай тапсақ болады. Мынау неге тең? Жалпы масса азайтылған алтынның массасына тең, Яғни 2,65 көбейтілген 12 жарым азайтылған. Мынау алтынның көлемі, ол алтынның массасы бөлінген алтынның тығыздығы деп жазсақ болады. Тең болады. Жалпы ол 100 грамм азайтылған m2. Ол бізде алтынның массасы. М дей салайық, просто М.
Так, мына жақшаны ашып жіберсек, бізде не болады? 2,65 көбейтілген 12,5 азайтылған 2,65 м бөлінген 19,3 тең болады 100 азайтылған м. Сонда бұл жерде біз мына м-ді былай қарай жіберсек, мынаны былай қарай жіберсек, бізде мына жерде тағы кішкене орын бар, соған жазайық. м азайтылған 2,65 м бөлінген 19,3 тең болады 100 азайтылған 12,5 көбейтілген 2,65. Мынаған 19,3-тен берсек болады. Сонда масса көбейтілген 19,3 азайтылған 2,65, ол 16,65 болады. 16,65 бөлінген 19,3 тең болады 100 азайтылған 12,5 көбейтілген 2,65 66,875. Сонда бізде масса неге тең? Мына жерде пропорция арқылы тапсақ болады. Мынаны көбейтеміз 19,3-ке бөлеміз 16,165-ке 77,5 болады. Алтынның массасы 77,5-ке тең екен. Енді келесі есеп, бұл бізде 8-ші есеп болады. Көлемі 250 см куб болатын қорғасын бөлшектің массасы 2,65 кг. Бұл бір тұтас бөлшек пе, әлде оның қуыстары бар ма? Егер бөлшектің қуыстары бар болса, онда оның көлемі неге тең дейді. Так, енді бұл жерде бізде қорғасынның массасы 2,65. Ой, біз қорғасынның көлемін табайық, реальный көлемін. Қорғасынның көлемі, негетен оның массасы 2260 грамм, бөлеміз міне тығыздығы 11,3 грамм бөлінген сантиметр куб. Граммдар қысқарады. 2260 бөлінген 11,3 тең 200 сантиметр куб. Көрдіңіз, 250 болып тұр. Значит, 50-і бос көлем 250 сантиметр куб азайтылған 200 сантиметр куб. Яғни 50 сантиметр кубқа тең. Келесі 9-ші есебіміз. Ернеуіне дейін су толтырылған шыны түтіктің массасы 50 грамм. Оның ішінде массасы 12 грамм болатын металл кесеге салынды. Түтікшеге салынған металымен бірге оның жалпы массасы 60,47 болды дейді. Яғни басында қараңыздар. Бізде мынандай ой. Ішінде су бар. Яғни мынау су негізі. Сосын бұл нәрсе не болады? Ішіне бір металл салынады. Демек, бұл металдың көлеміндей сондай көлем су мұнда ағып кетеді. Сыртқа қарай ағып кетеді, былай қарай. Сонда қызық болып тұр. 12 грамм, яғни бұл 12 грамм екендігін білеміз. Енді мына жерде 50 грамм болып тұр, 50 грамм.
Бұл 50 грамм, мына жерде қанша болады? Негізі бұл 62 грамм болу керек. 50 граммға 12 грамм металл саламыз ғой. Бірақ одан мына жерде мынаған қарайтын болсаңыздар, қанша грамм су ағып кетеді? 1,53 грамм су ағып кеткендіктен оның массасы 60,47 болады. Мынанша су ағып тұр. Осы судың көлемі металдың көлеміне тең. Судың көлемін табу үшін судың массасын судың тығыздығына бөлейік. Судың тығыздығы 1 грамм бөлінген сантиметр куб екендігі бізге мәлім. Сол үшін 1,53 сантиметр куб болады. Ой, кешіріңіздер, бұл көлем болғандықтан бұны В деп белгілеуіміз керек. В. Енді бұл металдың тығыздығын табатын кез келді. Массасы бізде берілген, көлемі бізде берілген. Сонда 12 бөлінген 1,53 7,8 шамамен 7,8 грамм бөлінген сантиметр куб. Бұл темір деген сөз, көрдіңіз бе? Темір. Басқасы оған жақын емес. Жақсы, енді келесі ең соңғы бүгінше есеп, 10-шы есеп. Массасы 420 грамм болатын қалайы мен қорғасынның құймасының тығыздығы 9,16 грамм бөлінген сантиметр кубқа тең. Құймадағы қалайы мен қорғасынның массаларын анықтаңыз дейді. Яғни қорғасынның тығыздығы 11,13 грамм бөлінген сантиметр кубқа тең. Қалайыныкі 7,13 грамм бөлінген сантиметр кубқа тең. 420 грамм тең болады М1 қосылған М2. 9,16 грамм бөлінген сантиметр куб тең болады ол жалпы масса бөлінген жалпы тығыздық. Жалпы көлем. М1 бөлінген 11,13 қосылған М2 бөлінген 7,13. Енді бұл жерде М2-ның орнына біз 420 азайтылған М1 деп жазсақ болады. Сонда мынаны былай қарай жіберейік. 9,16 көбейтілген М1 бөлінген 11,13 қосылған 420 азайтылған М1 бөлінген 7,13 көбейтілген 9,16. Лучше 9,16-ны біз былай бөліп жіберейік, оң жаққа қарай. Солай дұрыс болатын сияқты. Тең болады 420 бөлінген 9,16. Осы жерде М1 жақшаның ішінде 1 бөлінген 11,13 азайтылған 1 бөлінген 7,13 тең болады 420 бөлінген 9,16 азайтылған 420 бөлінген 7,13. Масса неге тең? 420 бөлінген 9,16 азайтылған 420 бөлінген 7,13. Бөлеміз жақшаның ішінде 1 бөлінген 11,13 азайтылған 1 бөлінген 7,13. 284 грамм бұл бізде қорғасын. Қалайы қаншаға тең? 136-ға тең шамамен. 136 грамм бұл бізде қалайы. Жақсы, сау болыңыздар.